Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде қонақта Ескендір бауырымыз. Уағалейкумассалам, қош көрдік. Және де бүгін обзорда көптен күткен DJI Mini 5 Pro дрондар бізге келіп қалды. Жаңадан. Есеке, көп күттің ба бұл дронды? Жалпы осы менің ощущением бойынша көп видеографтар, мобилографтар осы дронды күткен сияқты. Сен қашан естідің жалпы бұл жайды? Бұл дрон жайлы негізі утечкалар көп болды ғой. Соңғы осы бір айда, бір жарым айда көп утечкалар көп болды. Сразу камерасы туралы утечка сразу шықты негізі. Осы Air3S-тің камерасы болады деген сияқты. Бұндай қатты күткен жоқ негізі, шынымды айтсам, потому что өзімде 3S бар, Air3S бар. Камерасы сол 3S-тің камерасы болғаннан кейін қатты күткен жоқпын. Күткен адамдар олар мобилографтар, видеографтар, өзіңіз айтып кеткеннен кейін. Және де Mini 3, Mini 4 Pro'лар ұшыратын пилоттар осы Mini 5 Pro'ны күтті деп ойлаймын. Мен де осы Mini 5 Pro мен былтыр шығар деп мен де күттім кішкене. Осы анонсын күттім. Сосын Air3S'ті анонс жасаған соң мен примерно ойладым, осы Air3S'ті ішіндегі ключевой моменттерін осының ішіне пихать етеді деп ше. Шағын түрде осының ішіне жасырып шығады деп ойладым мен негізінде. Осы не деп ойлайсың, бұның несі алда не күтіп тұр? Бұл успех бола ма или бестселлер бола ма, болмай ма? Мен кеше салғанымда MVP деп айттым да. Most valuable player дей ма? Ең мықты DJI-дің флагманы болады деген ойдамын да. Әбден мүмкін. Неге? Себебі бұл дрондарды Mini 3, Mini 4 Pro'ларда көбінесе туристер алады. Дұрыс па? Мобилографтар бірінші кезекте бұның преимуществосы арзан дрон, екіншісі кішкентай, и үшіншісі қазір осы Mini 5 Pro мен уже характеристикасы өте керемет. То есть качество камеры на высшем уровне деп айтылам. Дәл солай, мен де келесем ойыңмен. Енді бізде осы 4 комплектацияда шығарған екен. Барлық 4 комплектациясы бүгін бізге келді. Ең базовый комплектациясы мұнда дрон бар екен, өзінің аккумуляторымен. Жаңа джойстигі бар. Джойстигіне арналған 2 кабелі бар, жаңа Android-қа және де iOS система. Бұл сонда получается пульт қана телефон қыстырып шығатын. Телефон қыстырып. Так, бірақ RC жағдай мынандай экраны бар пульттан сигнал жағынан ешқандай кем түспейді. Тура сол сигнал, просто ақшаңызды үнемдейсіз, бірақ та кішкене неудобствосы бар, телефон жалауы. Авиа режимге қоясыз, біреу звондап қалады, WhatsApp, анау ыңғайсыздықтар. Лишний верте. Бірақ ақшаңызда. Запасной 2 лопасть бар екен, USB кабель и мануалы бар екен. Бұл ең базовый. Одан кейін бізде есіңде болса, если Mini 4 Pro'да базовый шықты, и базовыйдың Entry емес RC2 деген пультмен шыққан болады. Қазір Mini Pro версиясында ондай жолдан кішкене шығыпты. Бірден мұндай Entry'ді комбо версия қылып шығарыпты. Мұнда комплектациясында дрон, жағдай экрансыз пульт, 3 батарея, зарядный хаб дейді, қуаттаушы хабы бар. Және де ең маңыздысы осы ең Mini 5 Pro'да ND фильтрлардың комплекті жүреді. Сөмкесі және де кабельдері, пропеллер, жаңағыдай мануалдары. Қай дронда осы ND фильтрларын қоспаған? Осы Mini 4-те ме? Mini 4 Pro'да, комплектісінде ND фильтрлары болмады, ND фильтрлары. Қызық сұрақ. Жауабы болмаған. Енді келесі несі, тура осының комбо версиясы RC2 мен. RC2 пультмен. Ол RC2 пульт деген өте универсальный пульт. Бүкіл дрондарды почти покрывать етіп отыр. Өте удачно жақсы шыққан пульт. RC Pro'дан кейінгі, мне кажется, ең жақсы пульт осы пульт. Толықты кетсем. Және де ең максималды комплектациясында сенде тұрған RC+, бұның различиясы 52 минутқа дейін ұша бересің бір батарейка. Бір батарейкасы, получается объем үлкен ғой, батарейкасы. Объемның болғанда батарейканың өзі дәлме-дәл физически сырты, корпусы бәрі келеді. Бірақ ішіндегі қуаты көбірек и салмағы кішкене азырақ, сондай технологиямен жасаған екен. Десеке, брат, енді қалған анпакинг. Обзор жасадық. Обзор без анпакингқа қалай болды? Өзің қонақсың, өзіңе сені тапсырдым онда. Әдемі, болды. Қайсын ашамыз? Максимал. Так, максималка 52 минут. 52 минутты алсай. Отырайын мен столда. Болды? Так, кеттік. Mini 5 Pro плюс комбо, кеттік. Бисмилля.
мына жерден тартамыз. Қалай екен? Жаңа нәрсені всегда ашқан кайф қой. Иісі қалай иісі? Қытайдың иісі тема енді. Сөмкесі кішкене мини 4 Pro'ға қарағанда Үлкенірек компактнее жасаған екен, иә? Материал сондай, иә? Бұрынғы материалдары қандай болды, сондай ғой? Так, ал бисмилля. Кеттік, ал бірінші тұрған шығарайық. Оның өзі. Нелерін әдемі қылып жасапты, иә? Крепленияларын. Mavic 4-те осындай ғой? Mavic 4 әдемі жасапты. Иә, анау мини 4 Pro'да бүйтіп кейде келмей қалады, кішкене уақыт болып тастау бар еді, мынаны тарта салады екенсің. Әдемі жасапты, иә? Гимбол. Осы минилардың бір ұнамайтын жері кішкене басқашалау жасағанда осы қанаттардың ашылуын ше. Эйрларда, Mavic-терде наоборот арты былай нетіледі да. Наоборот жасапты. Mavic 4 Pro'да осындай схема. Наоборот ба? Mavic 3-дің Pro'ның егелері Mavic 4 Pro'ны алған кезде тура осындай замечание жасаған, біз мынаған үйреніп қалып едік дейші. Нечесі. Так, пульт RC 2. Бұл енді бізге таныс пульт. Әдемі пульт. Бірінші RC болды ғой, без антеннасы жоқ. Одан қарағанда кішкене мощныйлау, то есть кішкене шапшаңырақ жұмыс жасайды. Оперативкасы мықты сияқты, то есть ішіне главный флешка салу болу керек. Флешка салынады. Бүкіл кэш видеоларды флешкаға жазатын болсаңыз, сізде пульт зависеть етпейді сол моментте. Сол моментте бір ұмытпау керек. И дальше батарейкалар, иә? Жоқ, батарейка емес. Қанаттар. Айтып кететін жағдай, новинкада ішіне өзінің жеке встроенный жады бар екен, Иә. Өте керемет. Өте керемет. Негізі бар ғой, айта кететін өте үлкен плюс қой. Жұмыста, мысалы, сен кейбір кезде енді болып қалады ғой, разный ситуациялар, мысалы, флешкаң толып қалады, или флешкаларды үйде ұмытып кетесің. Сол моментте өзінің встроенный памяті, менде Air 3-те уже қанша, мен 2-3 ай болды, 3 ай болып қалды ғой. 2-3 рет спасать еткен шығар сол өзінің памяті ше, встроенный. Тура сондай жағдай кеше бізде болды. Ол жаққа съемкаға бардық. Дронға обзор түсіреміз деп келсек, флешка жоқ. Сосын мен жұмыста машинадағы регистратордан флешкасын алдым, сала салдым. Түсірдік, келсек жарты материалым жоқ, өйткені жады толып қалған екен, оның кіші. Сондай жағдай болып тұрады енді. Так, батарейкалары плюс комбо версиясында, комбо плюс версиясында батарейкалары. Иә, обычный батарейкалар сияқты, и жеп-жеңіл, кәдімгі жеп-жеңіл. Әдемі? Былай сама. Бізде мына жерде енді фильтрлар қалып кетіпті. Енді фильтрлар бұл жерде преимущество болып тұр, негізі тоже. Өйткені, Жәкең айтып кеткендей, Mini 4 Pro'да енді фильтрлар комплектте болмапты. Да екен. Трестің несіне ұқсайды екен, корпусының. 8, 32, 128. 64-тік қана жоқ екен. 64-тік, принципе, жоқ. 64-тікте негізі көп қолданылады. 32, 64-тік қой көбінесе қолданылатын энділер. AirTrace-тегі эндл фильтрлар қандай? Бұл осы ма? О жақта 4-еу ғой. 8, 32, 64, 128. Көбінесе сол 32 мен 64 қолданылады. Қолданасың ба сен? Иә. Мынау қалай сонда? Үстінен киле салады, Осы DJI-дің несіне бір риза болатынын, жапондық Toyota компаниясының философиясы бар ғой, жаңа кайдзенге енгізген, зачем выбрасывать то, что в принципе работает деген сияқты. Сол сияқты көптеген бизнес процесінде предыдущий версиядағы қосымша заттарын сол күйінше қалдырады да, и основной моменттерін ғана өзгертіп, дальше жалғастыра береді да. Мысалы, мынаның батарейкасы, 4 Pro'ның батарейкасы, Mini 3-дің батарейкасы мынаған келетіні мені қуантып отыр да. Көп адамдар жаңағы дрондарын құлатып, комплект рыноктан жаңағыдай батарейкалар көп, не көп. Сол артық батарейкаларын осыған салып қолдана берсе болады. Артықшылығы бар. Қалай екен жалпы өзіңе қолыңа тактильно? Келіңіз Жәке, бірге көрейік.
свеженький 5 мини про. Мынау лидарлар ғой да? Иә, мына алдыңғы 2 лидар, получается, осы алдында ғана екен. 360 камералары бар. Жақсы преимуществосы. Мынау получается, мынау екеуі артқа қарайтын болады, мынау екеуі. И мынау екеуі алға қарайтын болады. Астыңғысы. Получается, Исеке, получается, камерасы 1.1 R3S, лидары бар, тура R3S. Круговые нелері бар, жаңа датчиктері бар. Түнгі режимде де жақсы түсіреді, түнгі режимде де лидар жұмыс жасайды. Енді вопрос, R3S-ке ақша құртқан стоит или не стоит? Жалпы давай сначала прикинем, кім бұның потенциальный покупательдер кім? Однозначно 3 мини Pro мен 4 мини Pro шығаратын пилоттар менің ойымша осы 5 мини Proға жаңарту жасайды. Осы жаңа дронды однозначно алатын сияқты, потому что преимуществосы жаңа өзіңіз айтып кеттік камерасы. И фишкалары жаңағы бұрылат камерасы, лидары бар. Вот. Сонда мини 3 болса, мини 4 болса, бір обновляция етейін ба деп жүрген адамдар болса, обновляция етуге стоит, не стоит деген сұрақтың жауабы однозначно стоит, да? Стоит. Енді камерасы үшін стоит. Енді подожди. Мысалы, мини 4 Pro ұшырып жүрген адам, мини 5 Proға ауысқан дұрыс па, R3S-қа ауысқан дұрыс па? Өзің R3S айтайсың ба? Бұл жерде енді адамның, қалай айтсам болады, видеографтың немесе мобилографтың жалпы или дронға видео түсіретін адамның задачаларына қарау керек қой. Егерде пилот ол просто турист болатын болса, немесе өзі үшін там қызықтыратын видеолар ғана түсіретін болса, онда мини 5 Pro әдемі дрон. Ал егерде уже профессионально түсіретін болса, видеограф болатын болса, жақсы там коммерция түсіретін болса, клип, сериалдарға участвовать ететін дрон болатын болса, үлкен пилот, өзім сияқты үлкен пилоттар болатын болса, мне кажется, уже R3S-ке көшкені дұрыс деп ойлаймын, потому что ол жерде уже телевик бар, екінші камерасы 3X. 3X жақсы камера. Мен өзіме ұнайды, вертикально да, горизонтально да әдемі түсіреді. Енді смотри, екеуінің артықшылықтарын бір-біріне салыстырмалы түрде айтып кетейікші, R3S-пен. Мини 4-пен салыстырмай қойын, өйткені барлығына ясно, бұл жақсырақ. R3S-пен менің ойымша салыстыру керек бұны. Енді тұтынушылардың көзқарасымен деген дейші. Енді қара, мұнда камера один в один, лидары бар. Так, бұл ұзағырақ ұшады. R3S-тен қарағанда. 52 минутқа дейін ұшады. Бұны шетелге өзіңмен алып шығуға болады. 250 граммнан төмен R3S-ке қараған. Ал R3S-тің артықшылығы өзің айтып өткендей 3X телекамера бар. Екінші камерасы 3X. И сосын бұда true вертикальный съемка бар. Физически уже камера өзі айналады. Ал 3S-та ол просто бар кадрда 2-де 7К-ға қояды да, кропать ете салады просто. Осы тұрғыда мини 5 Pro-ның артықшылығы бар екен тағы. Бұл еще портретный режимі бар екен. Портретный режим шыққан. И мини 4, Mavic 4 Pro-дағыдай өзің айтпақшы айналмалы камера бар, солардың бәрін ескеріп отыр. Тағы рет сұрайын. R3S па, мини 5 Pro ма, қайсысы бестселлер? Мен үшін егерде өзіме жеке сұрақ болатын болса, әрине 3S, потому что мен өзімнің съемкаларым көбінесе, мысалы, желді күндерде болып мини 5-ке ондай қатты сенім жоқ сияқты, то есть жел шыр болып кететін сияқты. То есть 3S ауыр болғаннан кейін желге устойчивый сияқты. Ең маңызды параметр айтқаның дұрыс болды. Өйткені біз көптеп дрондар сатқан кезде Астананың тұрғындарына көбінесе сатқан кезде мини 4 Pro мен R3 болды ғой ол кезде, R3 жоқ кезде. Сол мини 4 Pro алған жігіттер хабарласатын. Жаке R3-ға ауыстыру мүмкіншілік бар ма? Неге десем, бізде Астанада жел көп дейді. Ветроустойчивость R3-ден более жақсы дейді да. Сол үшін осы преимущество өте жоғары R3S-те. Енді тағы бір ситуация, кейс, ол өзің сияқты, или мен сияқты среднестатистический тұрғын, ақшасы в принципе жетіп тұр маған. Енді ода дрон айдап көруге ешқандай несі жоқ, опыты жоқ. Бірінші рет алайын деп тұр. Сондай кісілер бұны алуға стоит или не стоит? Әрине стоит. Не емес па,
сатып алу ықтималдылығы жоғары да, қымбат затты ше. Сол басында үйренгенге, может олар мини 3-да, мини 4К болмаса китайский аналогтар олардан бастаған дұрыс. Барлығы плюс-минус бірдей шығады ғой. Плюс-минус бірдей. Енді андай Қытайдың бір 30-40 мыңға дрон алып, ойбай, оны сразу құлатып. Енді олардікі понятно ғой, қалай шығатын, игрушка ғой дрондар. Атақ егерде қалай айтсам болады, баға жағына спор келетін болса, лучше 5 Pro алған дұрыс, мини 5 Pro алған дұрыс болады. Потому что со временем ол адам по-любому, егерде желаниясы бешеный болатын болса, ол дронды по-любому үйреніп алады, ал үйренгеннен кейін уже желаниясы больше ашылады да. Мысалы, әдемі, мысалы, мини 2, допустим, алды делік. Ол мини 2-нің қазір уже качествосы сондай қатты емес қой, то есть инстаграмға салған кезде по-любому жмать етеді, жрать етеді качествоны. Со временем по-любому качествоға желание ашылады. И сол кезде уже мини 5 Pro алғысы келеді. Менің айтарым, лучше мини 5 Pro-ны сразу алыңыз. Өкінбейсіз, әдемі дрон, обучение жасауға да ыңғайлы, то есть құлатпайсыз, датчиктері бар, лидарлары бар. Қазір тем более DJI өзінің RC2 пультында, именно осы пульттарында, экран бар пульттарында симулятор ойынын шығарған, то есть сіз мысалы дрон ұшыра алмайсыз, бірақ дәл осы пультпен ішінде симулятор ойын бар. Соның ішінде системасын уже қалай управлять ету керек, қалай қосу керек, қалай ұшу керек, барлығы осы симуляторда көрсетіледі, және де өзіңіз де сол симуляторда тренироваться етесіз. То есть даже курста керегі жоқ та, өзіңіз сатып алдыңыз, мысалы, 1 сағаттан кейін уже ұшырып кете берсеңіз де болады. Дым қорқып керек жоқ сол себепті. Есеке, осы мәселеге қатысты менің кішкене оппозициялық бір көзқарасым бар. Өйткені бізге көп тұтынушылар келеді, көп тұтынушылармен жұмыс жасаймыз ғой. Бізде случайлар болды, подросток баласына Mavic 4 Pro алып берді, ертесіне жазып тұр, құлатып алдым. Болмаса Avata 2 алып берген кішкентай баласына. Дрон деген көрген, сыртын көрген түрі ұнаған салғанда. FPV-дің не екенін білмейді. Мен өзім осы уақытқа дейін сенен үйреніп жүрмін, ақылы режимде әрең ұшамды. Ол кішкентай бала FPV дрон алған, құлатқан деген сияқты. Сол үшін мен всегда покупательдерге айтамын. Ең бірінші дрон ретінде мини 3, мини 4К, болмаса бізде китайский аналогтар бар, ойыншық дрон мен осы профессионал дронның арасындағы. Содан бастаған жөн деп ше, енді бастап келе жатсаң. Өйткені мен мини 4 Pro-ны жабыстырғам, оны 2 рет жабыстырғам, мини 3 кеткен, сосын Matrix 350 деген промышленный дрон бар бізде жұмыста. Үлкен бұл. Соны өте жағын қағам. Ол жерде дронның өзі 4,5 миллион тұрады, 2 батарейкасы болады, 500 мыңнан миллион, қанша болды? 5,5 миллион болды ма? Камерасы L2 Zenmous 6,5 миллион тұрады. 11-12 миллионның дронын 100 метрден столбаға қадайын деп әрең сақпағандар. Құдай сақсаған екен. Опыт жинау үшін, ұшу несін түсіну үшін бірінші сондай дроннан бастаған дұрыс деп ойлаймын өзі. Егерде ақша жағынан кішкене қиындықтар болып жатса, әрине. Обидно да, мынандай суға қалып аңыртең алып, кешке соғып көрген ақы. Сұрған кезде, деп жүресің да, күннен кейін жайлап осознание келеді. Сондықтан да сіздер қалай ойлайсыздар, төменге жазып кетсеңіздер болады, неден бастаған дұрыс. Ал жалпы қалай өзіңе мини 5 Pro? Әдемі екен, материалы кішкене цветі де мысалы Mavic 4-ке келеді да, кішкене темный сұры болып тұр да, бұнға дейін миниларда кішкене ақшыл түседі ғой, ақшыл. Мынау кішкене Mavic-қа ұқсатып, Air3-дің несіне келеді. Түсі Air3-ге келеді екен. Енді мен бұл жерде бір айтып кететін нәрсе. Так, что за кнопка? Дрон сөйлейді. Дрон сөйлеп жатыр. Бұндай жоқ еді ғой негізі. Біріншіден ол мына жерде кнопкасы бар екен. Бассаңыздар. Ағылшынша бірдеңе. Ағылшынша сөйлемейтін вообще жаман екен. Несі, түсіндіре салайық? Жылдымыз. Эндішкісі ұнады маған. Эндішкі салу, то есть андай крышканы алып, салып, не нетпейсің. Есеке, осы жерде тағы бір айтып кететін нәрсе. Ең жақсы артықшылығы мына эндофильтр болып тұр. Комплектісінде Неге білесің ба? Мына мини 5 Pro-ның Combo Plus версиясымен мини 4 Pro-ның Combo Plus версиясының разницасы бағасында. Небәрі 50 мың теңге болып тұр да біздің.
50.000 теңгеге мына энди фильтр комплектін алсаң 50.000 теңгеге аласың мына комплект. Сондықтан жаңағыдай сіз мини 3 ұстап жүрсеңіз или мини 2 SE мини 4K ұстап жүрсеңіз мини 4 Pro алайын ба мини 5 Pro алайын ба деген сұраққа жауап однозначно мини 5 Pro. Иә. Менің де жауабым мини 5 Pro. То есть қаншама ақшаға енді ұрып соқпай ұшырсаңыз қаншама ақшаға эконом. Біріншіден, екіншіден качество камеры. То есть коммерциялық съемкаларды да жасай берсеңіз болады. Өзіңізге де любительский съемкаларды жасай берсеңіз де болады. В общем, бұл өзіңіз басында айтып кеткендей DJI-дің фаворит дрондарының бірі болуы мүмкін. MVP дедім ғой. Енді есеке осы тұрғыда сізге бір предложение болып тұр. Мынаны алып, өзіміздің Алматының тауларын көрсетіп дегендей, сіздің AirTrace'іңіз бар. Екеуін салыстырмалы түрде жақсы бір обзор түсіріп тастасақ. Әдемі. Болады бұйырса. Құдай қаласа күтіңіздер, YouTube-та жақсы обзор түсіреміз. Иә, мини 5 Pro мен Air 3S-тің обзоры болады бұйырса. Енді аяқтай келе, осы дронды егерде алғыларыңыз келсе, Орда Electronics дүкеніне смело обращаться етсеңіздер болады. Бұл магазинде ең төмен бағалар, сізді бағалар өте қатты қуантады деп ойлаймын. Өзім 3S-ті осы магазиннен алған болатынмын. Жаке сіздерге бәрін көрсетеді, өзі түсіндіреді. Мини 5 Pro-ны алуға кеңес беремін. Вывод қандай? Вывод дронды регистрацияға қойыңыздар. Ол да бар. Да, болды, в принципе. Әдемі екен негізі.